Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге сливки қосуды қажет етпейтін өте дәмді және де оңай жасалатын баунти тортын жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар және де каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Қоңырауша белгісін бассаңыздар, алғаш бұл видеоларымды көретін боласыздар. Ең бірінші біз коржын дайындайтын боламыз. Ол үшін 2 жұмыртқамызды саламыз, үстіне қантымызды қосып, осы 2 қоспамызды жақсылап ағарып көпіргенге дейін миксерлейтін боламыз. Міндетті түрде бізде осы 2 қоспамыз жақсылап ағарғанға дейін араластыру керек. Сол кезде бізде бисквитіміз жұмсақ болып шығады. Міне менде осындай масса пайда болды, осындай ағару керек. Енді біз келесі кезекте осының үстіне күнбағыс майын қосатын боламыз. Одан кейін сүтімізді қосамыз. Осы қоспалардың барлығын қосқаннан кейін қайтадан миксеріміздің көмегімен араласқанға дейін барлығы бір рет араластырып аламыз. Біздің сұйықтығымыз дайын болды. Енді құрғақ қоспамен жұмыс жасаймыз. Бөлек ыдыста електен өткізіп алған ұнымызды, какаоны саламыз және де разрыхитель, яғни қопсытқыштымызды салып, осының барлығын венчигіміздің көмегімен араластырып алатын боламыз. Міндетті түрде құрғақ қоспаларды жеке осылайынан араластырып алыңыздар. Сол кезде бізде барлығы біркелкі болып, жақсы болып араласады. Міне біздің құрғақ қоспамыз дайын болды. Енді қазір сұйықтығымызға құятын боламыз, саламыз яғни. Құрғақ қоспаларды бірден барлық бөлігін салмаймыз. Осылайынан бір бөлігін салып алып, венчигіміздің көмегімен немесе миксердің көмегімен де араластыруға болады. Өзіңізге қайсысы ыңғайлы, сонымен қолдансаңыздар болады. Осылайынан міне венчигпен араластырып алдым. Қайтадан екінші бөлігін саламын. Оны да араластырып аламын. Тура осы әдіс бойынша біз құрғақ қоспамызды шамамен 3-4 бөлікке бөліп, осылайынан араластырып аламыз. Сол кезде бізде коржымыз жұмсақ болып шығады. Міне ең соңғы бөлігін салдым. Қазір жақсылап венчигімізбен араластырып аламыз. Бізде осы массамыздың сұйықтығы қоюлау болу керек. Осындай қоюлау, қазір сіздерге көрсетемін, масса пайда болу керек. Міне қараңыздар, осындай масса болу керек. Енді біз формамызға салып, коржымызды пісіретін боламыз. Мендегі форма диаметрі 22 см. Астына міне осылайынан фольга төсеп алдым, кальцонды қолданып жатырмын. Осыған сұйықтығымызды салып аламыз. Сұйықтығымызды салғаннан кейін біздің массамыз кішкене қоюлау болғандықтан, осылайынан міне лопатканың көмегімен тегістеп шығамыз. Енді коржымызды алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 35-40 минут пісіретін боламыз. Енді біз қазір кремін жасауға кірісеміз. Ол үшін кастрюлемізге сүтімізді құямыз, үстіне қантымызды саламыз да, оны қызып тұрған пеште осылайынан міне араластырып аламыз. Одан кейін бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз және де ұнымызды салып, қайтадан венчигтің көмегімен араластырамыз. Осы кремді біз орташа оттың қызуында жасайтын боламыз. Осылайынан араластырып тұру керек міндетті түрде. Крем бізде қайнатпалы кремге ұқсайды, яғни заварной кремге ұқсайды, бірақ та бұл басқаша өзгешелеу крем. Бізде міне қараңыздар, креміміз қоюлана бастады. Енді әбден қоюланғаннан кейін біз үстіне кокосовый стружкамызды салатын боламыз. Менде шамамен қоюланғанына 7-8 минуттай уақытым өтті. Қазір кокосовый стружканы салып, міне осылайынан қайтадан араластырып аламыз венчигімізбен. Кокосовый стружканы салғаннан кейін біз пешімізді сөндіреміз. Одан кейін пештің қызуынан осы кастрюлемізді алып тастаймыз. Міне қараңыздар, осындай масса пайда болу керек сіздерде. Енді біз қазір осы кремімізді басқа шыны ыдысқа салып аламыз. Одан кейін міндетті түрде 1 сағаттай немесе 40 минуттай салқындатып алатын боламыз. Қараңыздар, міне осындай қоюлықта болуы керек. Бізде 40 минут уақыт өтті. Салқындағаннан кейін міндетті түрде салқындатып, үстіне қаймақ саламыз. Қаймақтың пайызы менде 20%. Міндетті түрде әбден салқындатқаннан кейін салыңыздар, әйтпесе бізде қаймағымыз кішкене іріп кетуі мүмкін. Қаймақ салып, венчигіміздің көмегімен міне осылайынан араластырып алдық. Бізде креміміз дайын болып қалды. Қазір сіздерге қандай крем пайда болғанын көрсетейін. Міне осындай болды. Енді қазір біз сиропты дайындауға кірісеміз. Сироп дайындау үшін бізге су және де қантты қосып, бір рет бұрқ еткенге дейін араластырып тұрамыз. Одан кейін біздің осы сироп дайын болғанда, бір бұрқ еткеннен кейін біз сиропымызды алып тастаймыз. Біз бұнымен корждарға пропитка жасайтын боламыз. Яғни сонда бізде тортымыздың корждары влажный, дәмді болып шығады. Міне біздің сиропымыз дайын. Біздің коржымыз да салқындады. Қараңыздар, осындай болды. Енді мен қазір осыны 3 бөлікке бөліп аламын. Және де үстіңгі бөлігі тегіс болмағандықтан, үстіңгі жақ бөлігін ақырын кесіп алып тастаймын тегістеп. 3 бөлікке бөлдім. Енді осы кольцода жинайтын боламын. Ең бірінші астына коржымызды салып, одан кейін пропитка жасайтын сиропымызды құйып шығамыз осылайынан.
толықтай барлық жеріне құя беріңіздер. Сонда бізде тортымыз влажный болып күшті болады. Одан кейін кремімізді саламыз. Кремді қасықтың көмегімен осылайна міне толықтай орналастырып шығамыз. Одан кейін барлығын тура осы әдіс бойынша кезек-кезек барлық қоржындарды жасап шығамыз. Мен кремнен кішкене бөлігін алып қалдым. Ең соңында мен сол кремнің қалған бөлігінен үстін әсемдеуге қолданатын боламын. Қазір міне қараңыздар, қайтадан крем жағып жатырмын, пропитка жасап. Үстіне қазір коржды қоямын. Ең үстіне қоятын коржды үсті тегістеу корж алсаңыздар, әсемдеуге сіздерге оңай болады. Міне ең соңғы коржды қойдым, қайтадан үстіне сироп қоямын да. Одан кейін бір түнге мен бетін жауып салқын жерге қойып қоямын. Бір түн уақыт өткеннен кейін тортымызды алып шығамын. Үстіне ерітілген шоколад құйып әсемдеймін. Одан кейін шеткі жақ бөліктеріне кокосовый стружканы жағып шықтым. Және де үстіңгі бөліктеріне мен алып қалған кремді дөңгелек шар тәріздес жасап, оны қайтадан кокосовый стружкада аунатып, осыны үстіне әсемдеп сәндеп шықтым. Біздің тортымыз дайын болды. Әсемдеу өздеріңіздің фантазияңызға байланысты қалай ұнайды, солай әсемдесеңіздер болады. Міндетті түрде осы тортты жасап көруге кеңес беремін. Барлық заттар қолжетімді және де арзан бағада тауып жасауға болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз.